Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 2 сынып математика сабағы. 61 сабақ. 3-3-тен заттар комбинациялар дейді. Сен нысандардан 3-3-тен комбинациялар құруды үйренесің. Бірінші, 3-ші, 5-ші және 7 цифрларын пайдаланып, әртүрлі екі таңбалы сандар жиынын құр және жаз дейді. Бұл жиында неше элемент бар? Осы жиын бойынша өзің басқа сұрақтар қой дейді. Бұл жиында неше нысан шығады екен? 3, 5, 7. Мысалы 35, 37, 53 деп шығарсақ болады, 73 деп, 57 және 75 деп жиындарды екі таңбалы сандар шығарсақ болады. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Барлығы 6 жиын шықты, балалар. Екі таңбалы саннан 6 элементтен тұрады. Келесі екінші жаттығу. Қорапта бір-бірден қызыл, көк және жасыл түсті қаламдар бар дейді. Қаламдардың екі-екіден комбинацияларының мүмкін нұсқаларын көрсет дейді. Қызыл, көк, қызыл, жасыл және көк, қызыл, көк, жасыл, жасыл, көк және жасыл, қызыл десек болады. Қаламдардың 3-3-тен комбинацияларының мүмкін нұсқаларын қор дейді. Жауаптарын кесте түрінде көрсетіп жаз дейді. 3 нұсқасын көрсетеміз енді. Қызыл, жасыл, көк, қызыл, көк, жасыл, көк, қызыл, жасыл, көк, жасыл, қызыл, жасыл, көк, қызыл және жасыл, қызыл, көк десек болады, балалар. Осылай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл жерде 6 элемент шығады екен. 3-3-тен комбинация қылдық та түстерді. Қызыл, көк, жасылды. Мына жерде 2 комбинациядан, 2-2 түстен, мына жерде 3-3 түстен шығардық. Келесі 3-ші жаттығуымыз. Ыдыста 2 алма және 2 шабдалы бар. Осы жемістерді ыдысқа 3-3-тен салудың түрлі нұсқаларын құр дейді. Жауабыңды кесте түрінде жаз дейді. Мысалы, осыны кесте деп алсақ, 2 түрге деп аламыз, е? 3 алмада мынау 2 алма деп алсақ болады. Ал мынаны сабдалы деп алсақ болады. Бұл 3 болады. Ал келесінде 2 сабдалы, шабдалы. Мынаны шабдалы дейміз. Ал мынаны алма, 1 алма болады. Осылай 2 алма, 1 шабдалы және 2 шабдалы, 1 алма деп 3-3-тен қойсақ болады екен. 3-3-тен комбинация. Келесі 4-ші жаттығым. Суреттегі киімдер жиынтығына әртүрлі киімнің нұсқасын құр дейді. Мысалы, бұл жерде сары кофта мен сары кофта, жасыл мен розовый кофта. Ал сары мен розовый кофта сәйкес келеді сары кофта мен жасыл юбкамен. Бұл жерде сонда 1, 2, 3, 4 образ шығарамыз. Содан кейін қалпақ бар, е? Қалпаққа розовый және көк киіммен кисек 5, 6 шығады. Одан кейін сары кофтамен қызыл қалпақ және көк қалпақ кисек 7 және 8. 8 нұсқасы шықты, 8 образ шықты. Осылай істеп қойсақ болады. Келесі 5-ші жаттығуымыз практикалық жұмыс. Суретке қара 3 рет әр түсті 2 дөңгелектен алып, көк дөңгелектен кейін қызыл дөңгелек болатын дейді. Оларды орналастыр дейді. 2 дөңгелектен алыңыз дейді, бірақ көк дөңгелек, қызыл дөңгелек араласып тұрсын дейді. Келесіме ауысып, мысалы көк, қызыл, көк, қызыл, көк, қызыл. Сонда 1, 2, 3, 4, 5. 5 нұсқа, 5 жиын. Нұсқа шығады екен, 5 нұсқа десек болады. 2-2-ден, 2 комбинациядан. Шарлардың мына 5, мына 5 екен. Сонда 5 болады екен. Келесі 6-шы есепті шығар. Саябаққа 63 көшет отырғызылды. Оның 12-сі терек, 9-ы жөке дейді. Ал қалғаны жеміс ағаштары. Саябаққа неше жеміс ағаш отырғызылды дейді. Барлығы 63, терек 12, жөке 9, жеміс ағашы қанша? Шешуі 63 азайту, жақша ішіне 12 мен 9 қосып аламыз. Терек пен жөкені 21 болады. 63-тен 21-ді азайтсақ 42 болады. Саябаққа неше жеміс ағаш дейді. Жеміс ағашы жауабы 42 жеміс ағашы отырғызылды.
Келесі 7-ші есеп мысалдарды шығар. 65 қосу 34 99, 54 азайту 48 16, 100-ден 71-ді алсақ 29 болады, 27-ден 73-ді алсақ қоссақ 100 болады. Балалар, осылай жауабымен шығарып қоясыздар. Мұны черновик өзіңіз шығарып аласыздар. Мысалы 65 қосу 34 десеңіздер, баған түрінде есептеңіздер, әрдайым естеріңізде болсын, сонда оңай болады. 9 болады және 9 болады. Баған түрінде есептегенде артымен есептейсіздер бірінші, одан кейін алдына қосып алатынды аласыздар, азайтасынды азайтасыздар. Келесі 8-ші жатты есебіміз теңсіздіктерді жаз дейді. 32 мен 16-ның қосындысы адан кем дейді. 32 мен 16-ның қосындысы мына, оны адан кем болса, адан кішкентай деген сөз, яғни а үлкен. Үлкен белгісін қоямыз. Б саны 22 мен 9-ның айырмасынан кем дейді. Мысалы, кез келген сан болуы мүмкін. Кез келген сан болғанда 32 16-ны қоссақ 8 48 болады. 48-ден үлкен сан болу керек. Неме? Мысалы, А-ның орнына 50 қойсақ болады. Сонда үлкен деп аламыз. Ал Б саны 22 мен 9-дан айырмасынан кем дейді. 22-ден 9 алсақ неше болады? Мысалы, 22 мен 9-дан азайтсақ 20 азай 9, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 болады екен. 14 деп алсақ жауап. Ал Б саны 14-тен кіші болу керек. Яғни 10 деп алсақ болады. Сонда теңсіздігіміз дұрыс болады екен. Келесі 9-ші есеп кестеде берілген ас мәзірінен түскі астың барлық мүмкін нұсқаларын құрастыр дейді. Мысалы, көже, қуырдақ, шай. Мысалы, осыны бір не деп аламыз. Мысалы, көже, қуырдақ, шай деп берілген. Біз енді соны орындарын ауыстыруымыз керек. Палау, көже, шай деп берсек болады. Бұл бірінші ас мәзірі. Екіншісіне борщ, қуырдақ, шырын деп берсек болады. Кейінгісіне палау, қуырдақ, шырын және борщ, көже, шай деп осылай 1, 2, 3, 4 түрлі жауап нұсқасын жазсақ болады екен. Ас мәзірінің түскі астың бірінші тағам, екінші тағам, үшінші тағам дейді. Мысалы, мына бір нұсқасы, мына екі нұсқасы. Біз енді бұл жерде 1, 2, 3 және 4 нұсқасын шығардық. Келесі 10 орындықты 3-тен бөлменің әр қабырғасына орналастыр дейді. 10 орынды 3-тен дейді. Мына жерге 1, 2, 3 орындық десек болады. Нерге 1, 2, 3 орындық. 6 болды. Енді мына жерде 2 орындық және 2 орындық болады. Сонда дұрыс келеді бала.